Yok, babası не зат мынау. Бұл балық қой. Қараңдар. Бұл тұз алған балық. О. Тұзда бір апта жатты. Бірақ что-то түрі дайын емес сияқты. Баған. Кептірсе хава қатады жағы. Мынау бүйтіп тартса, тырылдаса, значит, мынау кепті деген сөз ғой. Бүйтіп тартқан кезде тықыр десе, кепті деген сөз ғой. Тықыр деген жоқ па? Тықыр деді ғой. Тықыр деді ғой. Деді ма? Тықыр деді ғой. Міне. Екіншісін көрсетейік. Так, мынау біреу. Міне. Кепті деген сөз ғой. Мына енді өнен біреуін көрейік. Пробасын ғана көреміз. Күшті болып тұр бірақ әлі кеппеген сияқты. Бір апта аз сияқты. Или үстіндегі нем аз болып қалды ма екен. Аталайды. Үстіндегі грузым аз болып болған сияқты. Мен бір 5 килограмм ба, сондай ғана 5-6 килограмм ғана қойғам. Негізі аз сияқты. Бірақ астына көріңіз, суы біраз шыққан. Енді қайтадан суын төгемді. Қайтадан қойып қоямын, мен тағы да бір аптаға. Үстіне груз қосатын жарым, бір 10 килограммдай ма груз қою керек екен. Мынау бір қатты бой әдемі болып тұр. Бірақ мына жақтар әлі кепкен кезде бүйтіп бүрсіп, андай не қылып қояды, өзі көрінеді дейді да. Мына жақта әлі менікі әлі что-то кеппеген сияқты. Мен күмәнданып тұрмын өзім. Сондықтан тағы да бірінші рет кептіріп тұрмын ғой, просто үйреніп алайын, сосын қайта кептіремін ғой. Ай, биыл не кептірмедік? Өрік кептірдік, алма кептірдік. Балық кептір екенді. Мынасы кәні су болып тұр, тұздың өзі кәні дымқыл, влажный болып тұр. Соны бүйтіп алайық та. Үстіне қайдан қоямыз. Үстіне тағы да тұз салам. Бірақ сонда мына пробасын снимать еткім келіп тұр. Пробасын мына жерден. Может, надо рисковать? Надо, Федя, надо. Вот это. Что, вкусно, что ли?